Бізге атыраулық жігіттермен екі күндік саяхатқа шығып бара жатыр. Бірге шығып бара жатырмыз. Бүгінгі сапардың басы Сарайшықтан басталады. Одан кейін Мөңке ақын кесенесі, тағы да ары қарата жалғасатын болады. Ары қарата тағы да видеолардан көрсетіп түсіретін боламын. Сарайшық қаласының 13 ғасырдағы бейнесі бейнеленіп тұр. Сарайшық қаласын Шыңғыс хан мен Бату ханмен байланыстырады. Сарайшық қаласын Ылысу деп атанған Жайық өзені қоршап тұрғандықтан, бұл қала стратегиялық жаулардан қорғануға өте ыңғайлы болды. Себебі саяхатшылардың деректеріне сүйенсек, бұл өзен алдыңды, арнасы кең, ағысы қатты болды. Алтын Орданың тұсында Сарайшық қаласынан 350 жыл бойы Ұлы Жібек жолының бірнеше бағыты тоғысып, сауда-саттығы, мәдениет өркениеті жаса дамыған. Сарайшық Алтын Орданың кіші сарайы болды. Тарихи есімі Сарай-Джук деп аталады. Түркі тіліне аударылғанда кіші сарай болып аталады. Сарайшық қаласы діни астана атанды. Бұл қаланың гүлденуіне себепкер болған Берке хан 1262 жылы Сарайшыққа келіп, Бұхара Хиуа саудагерлерінен мұсылмандықтың ілімін үйреніп жүріп, ислам дінін қабылдау болды. Бірақ Алтын Орданың тағына Өзбек хан отырған соң, 1311 жылы ислам мемлекеттік дін болып қабылданады. 13-14 ғасырда жылытатын пештері болды. Және де тандырынан білесіздер, пісіретін пеш соларда болды. Қазір қазба жұмысқа барсаңыздар, өздеріңіз көре аласыздар. Бірақ енді көптеген жердің барлығын Жайық өзені жыл сайын су көтерілгенде 70-80% осы жердің барлығын су шайып кетті. Яғни осы жердің барлығын құлатты, судың астына құлады барлығы. Сол себептен көптеген жерді біз айырып қалдық. Бірақ 2010 жылдан бастап осы жерлерге реставрация жұмыстары өткізілді. Яғни қалпына келтірілді. Осы жердің барлығы жілік жақ сүйектерін табылды. Бұны тұрғындардың өздері тапқан болатын 2006 жылы. Бізге музей ашылған кезде осында тапсырылды. Мына жерде заманауи түйенің бас сүйегі, бұл әдейі әкелінген, осында салыстырмалы түрде қойылып. Мен салыстырып қарасаңыздар, ежелгі түйенің бір екі есе кішкене үлкен жабайы, жыртқыш, үлкен тістері болғанын қарасаңыздар. Себебі олар жыртқыш, жабайы, кәдімгі аңға шығатын аңдар болды. Уақыт өткен соң бұлар кішірейіп қалған, үлкен тістері қазір өспейді, қазір үй жануары болсақ та қалды. Және де мамонттың жауына табылды. Міне алдарыңызда оригинал. Мамонт дегеніміз бірнеше миллион жыл бұрын өмір сүрген аңдар, ежелгі тілдер. Бұл аңдар бізде қалай өмір сүрген белгісіз. Ұлы Жібек жолы өткесін керуендермен келген болар деп есептеледі, солардан қалған болар деп. Немесе Жайық өзенінен шейіп келген болар деп есептеледі. Бірақ бізге бағыттан болған. Это раньше такие были верблюды большие, у них вот клыки были. Вот это современный верблюд, у него голова маленькая, клыков нет у него. Қабылқанмен ер адамдардың, әйел адамдардың қабылқаны таққан. Осы Сарайшықта табылған болады. Бұл қола кеңістап деп аталады. Бидайларды, тарыларды соғып ұнтақтау үшін арналған. Әже аталарымыз біледі. Цилиндров күл темірден жасалған, Сарайшықта табылған. Және де қола айна. Бронза зеркало. 13-14 ғасырда айна болған жоқ. Сол себепті қоланы тазалап, сол қолаға қарайтын болды адамдар. Себебі қола жылтырайтын болды. Сол қола айна табылған, және де құлыптар, замоктар. Қыз баланың сандығының кілті болып есептеледі біріншісі, екіншісі цилиндр, қылық стилінде жасалған. Себебі Сарайшықта 13-14 ғасырда өміріне даманды болған осы жануарлардың денелерін қосып жасайтын болды құлыптарды. Алдарыңызда қылық стилінде жасалған. Бұл жерде жебелердің ұштары мына жерде қарасаңыздар, шаяқтар светильник
кезде сол кездегі адамдарда үйдерінде осы светильниктер болған. Бейнелері осы жерден көре аласыздар. Әрбір үйде бұл табылды. Сарайшықта табылған қыштан жасалған бұйымдар. Алтын Ордаға тиесілі жерлер. Тапсырма құбырға қарасаңыздар, сапасы өте керемет, дәл осылай табылған, ешер сынбай. Сол кезде қолөнерін кәдімгі жақсы дамыған кез болған. Осылардың іштерінде өздерінің сусындары құйылған, сулары, шұбаттары, шайлары, қымыздары. Бұл заттарын құйған өздерінің. Сиясауыт, қыштан жасалған кеселер, пиала, тостағандары. Мына картаға қарасаңыздар, сіздерге айтып кеткендей, Алтын Орданың тұсында Сарайшық қаласынан 350 жыл бойы ұлы жібек жолы өткен болатын. Осы картада 4 маршруты бейнеленіп тұр. Бұл Алтын Ордаға тиесілі. Алтын Орданың кезіндегі. 2 маршрут Қытайдан, Тұрфан, Ланжаудан басталады. Біреу Араб елінен, біреу Түркиядан. Осы барлық маршруттар Алтын Орданың 3 маңызды қалаларына тоқтаған. Ол Сарайшық Алтын Орданың кіші сарайы, малы сарайы болып есептелген. Қазіргі уақытта біз тұрған Сарайшық ауылы. Кәдімгі сауда орталығы болды. Резиденциясы болды. Себебі көптеген қонақүйлер, керуен сарайлар болды осында. Қазіргі уақытта Ресейде Волгоград облысында болды. Бұл үш қалада кәдімгі сауда орталығы дамыған. Қараңыздар, қаншама қалада немесе 3 адамға арналған ауылдың бір ортасында тұрады, адам 2 адам келіп айналдырып жасайды, немесе жылқыларды байлап, жылқыларды айналдырып жасайды тас. Ал бұл кіші диірмен, қол диірмен сол кездің 14 ғасырда әрбір үйде болған болатын. Міне мына жерге бидай, немесе қарылары, тұздарын салады, мына жерде үлкен ағаштар болады, соны өйстіп айналдырғаннан кейін жоғына қараңыздар, осы Сарайшықта табылған болатын. Және де үлкен көлемде құмыралар, бұларды құмдар деп атайды. Құмдар 14 ғасыр сол кездегі холодильник болып есептелген. Сол себепті өздерінің ішінде салқын жақсы сақталған өздерінің еттерін, суларын, бидайларын осындай құмыраларға жинайды. Және де жылыдан жақсы сақтайды, шіріп кетпейді. Және кішкентай тышқан құмырсқалардан жақсы сақтайды. Дәл осы жерде алдарыңызда міне керемет сурет. Бұл Сарайшықтағы аңыз, сіздерге таныстырып өтейін. Барлығы осы жерде кезде Сарайшықта аңыз естісеңіздер алтын қайық туралы. Сіздерге айтып кеткенде Сарайшықта Алтын Орданың 3 ханы тақта отырды. Мөңке Темір, Тоқты Жәнібек хан. Сол Жәнібек хан осы Сарайшықта таққа отырған кезінде өзіне үлкен сарай салады. Яғни бұл Жәнібек ханның сарайы. Жәнібек ханның көптеген ұлдары болады, бір ханшайым қызы болады. Өзінің ханшайым қызына арнап осы қаланы әсемдету үшін сарайының алдынан жасалмалы көл жасатады. Жасалмалы дегеніміз бұл искусственный, қазіргі бассейн сияқты. Және де өзінің қызына арнап таза алтыннан алтын қайық жасатады. Ұлы жібек жолымен өтіп бара жатқан керуендерден қапшықтап секер сатып алып қант осы көлге себетін болды. Себебі мақсаты аққулар қону үшін. Себебі аққулар тәтті суды ішетін болған. Ал қантты сепкесін секерді бұл су көл деген тәтті болып аққулар қонып ұшпайтын болды. Сол себепті халық арасында бұл көл кейін секер көл немесе аққу көл деп аталып кетті. Хан қызы өте кішіпейіл сүйкімді қыз болған, қарапайым халықты құрбыларын алтын қайығына мінгізіп, ән айтып серуендеп, қасында аққулар жүрген ұнататын болған. Күніне күнде 14 жастан 15 жасқа келерде хан қызы белгісіз бір себептермен көз тиген болар, сөз тиген болар белгісіз қайтыс болады. Қатты қайырған Жәнібек хан өзінің 7 сенімді уәзірлеріне хан қызын алтын қайығымен бірге құпиялы жерге жерлеуді бұйырады. Мақсаты қазына іздеп жүрген ұрылар сол жерді біліп қойса, алтын қайығын бөлшектеп ұрлап, қызымның мазарын бүлдіреді деп ойлаған екен. Сол себепті құпиялы жерге жерлеңіздер. Менің айтқан бұйрығымды орындасаңыздар, алтын қайықтай көптеген алтын ақша беремін деп айтады. Сол түні 7 сенімді уәзірлері алтын қайығымен бірге, бүткіл алтын жасауларымен бірге хан қызын құпиялы жерге жерлейді. Сол жерді көрсетпеу үшін түні бойы үстінен мыңдаған жылқыларды өткізеді. Келесі таңда өздерінің ақшаларына, алтындарына Жәнібек ханға барған кезде Жәнібек хан сөйлетпестен барлығының бастарын шауып тастайды. Сол кезден бастап Жәнібек ханның өзі де білмей қалады, не халық та білмейді. Жәнібек хан сол жерге шықса, осы өзінің сарайының алдына, хан қызының өзінің қай жерде жерленгенін де таба алмай қалады екен. Сол кезден келе жатқан аңыз алтын қайық туралы, секер көл, аққу көл туралы. Аңыз болса да әрбір аңыздың ішінде ақиқат бар. Сарайшықтағы тұрғындар ойлайды, осы алтын қайық бір күні табылар деп. Себебі ескі Сарайшықта осы жайықтың, осы көлдің орны бар деп есептейді.
су жоқ, тақыр жер дейді. Алдаңыздағы аңыз алтын таяқ тұрған. Ноғай ордасының кесілді жәдігерлер бұл енді 15-16 ғасыр. Жақынырақ қарасаңыздар, енді штампталған, өрнектелген. Екіншісінде міне жақынырақ қарасаңыздар, арабша сөздер де қосылған. Себебі Сарайшықта 15 ғасырда енді адамдар ислам дінін қабылдап, араб сөздерді естіп құмыраларға жазатын болды. Көбінесе жақсы сөздер, тілек сөздер жазылған дейді. Бұл құмыралардың іштері глазурланған, жылтырлаған. Себебі сол кезде Сарайшықта кәдімгі цивилизация кезі. Ұлы жібек жолымен саяхатшылардан краска, глазур барлығын сатып алып, барлығын өстіп семдейтін болды. Қалай келдің ба ішіне? Алып, саудаласа тұрған. Яғни осындайды олар моншақ ретінде таққан, қымбат ретінде санаған. Және де көптеген табиғи тастар табылған. Осы Сарайшықта міне қарасаңыздар, өзінің табиғи түстері, қаншама түстермен өздері краскіленген, өрнектері барлығы орында. Яғни сол кезде қыз-келіншектер осындай моншақ, қолдарына браслет таққан болатын. Табиғи тастар. Қараңыздар, кәдімгі натуральный камень. Құдағай жүзік деп аталады. Маханова ол кісі дүниеден өтті, немересі бізге сыйға тартқан. Себебі бұл 19 ғасырлық көне сақина. Қарасаңыздар, үлкен көне сақинар 2 саусаққа тағылған. Себебі бұлар құдағайлар бір-бірінен сыйға тартатын сақина. Қыз баланың анасы өзінің құдағайынан сыйға тартады. Менің қызымды өзіңіздің қызыңыздай, туған қызыңыздай әлпештеп бағыңыз деп, және де 2 саусаққа тағыңыз. Себебі балалар Алады Сарайшықта ганчарлар өздері жасалған шүйдірі, оны кейін әсемдеп бояп, Сарайшықта жасалған керамикалық пиала кеселер, табақтары. Бұлар кішкені енді ауыр, яғни ауыр. Себебі сазбен тазы бірге қосады. Бұл енді реставрацияның өткесі кішкені қазір қалатын бар. Пиала кеселері мына қараңыздар, әдемі өрнектерін қосқан. Көбінесе акуланың бейнелерін, жануарлардың бейнелерін, арабша сөздерді көбіне қосқан, және де гүлдердің бейнелерін қосатын болады. Жасыл сырлар, керамикалық вазалары қараңыздар. Гүлабдан деп атайды мыналарды. Гүлабданның соның бөлшектері. Гүлабдан деген яғни раушан гүлмен судан жуатын болған. Қазір қолдарыңыз жуамыз ғой, сол сияқты ыдысты осыған судан құйып жуатын болады. Және де бесіктің түбектері, өздеріңіз білесіздер, бесік кішкентай балдар тыныш жатсын, жол жатсын, бесіктер болған. Осындай керамикалық түбектер жасайтын болған. Кәдімгі кішкентай балдарға арналған түбектер. Атырау намат деген клубымызды құрғанбыз. Бұның жалпы мақсаты өзіміздің Атырау облысынан бастап тарихи жерлердің барлығын мүмкіншілігінше барып көріп, және бұл артымызда ертеңгі балдарымызға соны насихаттап. Бүгінгі таңда осы келіп отырған жеріміз Сарайшық. Сарайшықтан бастағалы отырмыз. Сарайшық туралы бастасақ, Атырау облысында енді біздер үшін ең маңызды жерлердің бірі, жалпы қазақ халқы үшін маңызды жерлердің бірі. Соның ішінде Атырау өңіріне біздер сол үшін бастаған жеріміз осы жер болды.
шыны керек көп адам соның өзінде мына жерде бірінші рет келіп отыр екен, бұрында болмаған екен. Мына жерде өзіңіз білесіздер, музейі бар, кешендері бар, қазір қазба жұмыстары жүріп жатқан жерлеріміз де бар. Осыны біздің адамдарымыз, халқымыз осыны көрсін, танысын деп осы жерде. Осы тарихымызды бағындырайық деп сондай мақсатпен келдік. Біріншіден осы жерге, екіншіден адамдардың көздерін біз байқап отыр, қызығушылық танытып отыр, және өзінің тарихына, өзінің жеріне деген біз үшін қазір рухани жаңғыру деген жобалар атқарылады. Біз үшін рухани жаңғыру бұл осы тарихи жерлерімізді, тарихымызды білу, қандай керемет жерлеріміз бар екен, осыны өз көзімізбен көру. Естіп жатқан шығарсыз, еш үлкен визит центр ашылайын деп жатыр. Бұл бізге не береді деп ойлайсыз? Біздер бүгінгі таңда мына осы жерге келе тұра біздің байқайтынымыз біріншіден өзіңіз қарасаңыздар тарихы зор еліміз үшін, бірақ көптеген істер әлі жасалмаған. Сондықтан мына жерде көптеген ашылуы, мына центрлардың ашылуы, мешіттердің салынуы, бұл халықты біріншіден тарту орны болу керек. Халық келгеннен кейін тарихында манада ашып, оны жеткізуге жеңіл болады. Мына жерде негізі әлі де мен ойымша үкімет тарапынан қолдаулар көрсетілсе, негізі мына жерінде әлі қыр-сырын мен ойымша паш етуге болады. Халыққа да, шетел азаматтарына да бұл жер біздерге келгенде адамды тартып тұратындай қызықты болу керек деп ойлаймын. Жайық жағасына бекініс салынды. Енді бұрынғыдай су жек береді деген қорқыныш жоқ. Судан қалған археологиялық қазба жұмыстарының бейнесі 2020 жылы сіздер көріп тұрған жерде қазір реставрация компаниясының қолдауымен реставрация, яғни қалпына келтіру жұмыстары жүрген болатын. Алдарыңызда тұрған Алтын Орда дәуіріне тиесілі кішкентай бір бөлмелі, екі бөлмелі тұрғын үйлер. Қазір тапқан бүгінгі істің қолмен қалаған. Үлкен болатын, бала кезімізде ойнауға келетінбіз осы жерге. Үлкен кәдімгі үй сияқты, керуен сарайлар, қонақ үйлер бар сол кездегі. Бір қабатты, бірақ тек көк бөлме. Өзен тұрғындарды бейнесі атып бара жатыр. Жерлеу орындары.